Сәлем достар, бүгін балық самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, айран және жылы су қажет. Барлығын ұнның үстіне қосу арқылы осылай барлығын жақсылап араластырып, қолмен осылай қамырды илейтін боламыз. Керегінше су құйып осылай мен барлық құрамын төменге жазып кететін боламын. Осылай илеп, бетіне пленкамызды жауып 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Кішкене дем алғанша енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен тартылған ет, кішкене құйрық май, картоп және пияз салдым. Дәмдеуіштерден тұз бен қарабұрыш және біраз қасық сұйық май қостым. Оны да жақсылап араластырып дайындап аламыз. 20 минуттан соң кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Осылай қолмен кішкене басып, одан соң оқтаумен барлығын бір тегіс етіп жайып, үй температурасында тұрған сары майымызды үстінен жағатын боламыз. Осылай бірінші жайып болғаннан соң жағып, енді осыны осылай бір-біріне жабу арқылы оның үстіне де кішкене майларымызды жағып, осылай бір-біріне жабу арқылы май жағып, өте қатпарлы болып шығады. Дәл осылай дайындасаңыздар, осыны енді 4 бұрышты етіп барлығын кесіп алатын боламыз. Осылай барлығы 4 бұрышты 15 минутқа кішкене холодильникке салып, осылай жаятын боламыз. 4 бұрышты етіп барлығын жайып, үстінен салманы салып, осылай 3 бұрышты қылып, шеттерін шанышқының көмегімен осылай бекітіп шығатын боламыз басу арқылы. Дәл осы видеодағыдай кішкене кесіп, осылай орап, балық тәріздес қылып, осылай балық тәріздес болып шығады. Тағы да бір рет көрсететін боламын. 3 бұрышты етіп, салмасын осылай салып, кішкене шетін кесіп, орайтын боламыз. Дәл осылай орап, енді пергаментный бумаганың үстіне орналастырып барлығын, жұмыртқасын жағып, 200 градусқа 20-25 минутқа пісіретін боламыз. Осылай кішкене барлығын жақып болғаннан соң күнжіт немесе қара күнжіт немесе макты осылай көз ретінде осылай балықтарымызға әдемі сән беру үшін осылай қойып шығатын боламыз. Өте дәмді, қамырының өзі сондай қатпарлы болып шығады. Дастарханда өте ерекше көрінеді. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіздер. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Дайындап көріңіздер, ас болсын.